Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай етсіз баялдыдан өте керемет тағам дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қазанымызды жақсылап қыздырып алатын боламыз. Сұйық майымызды қойып, кішкене қыздырып аламыз да, содан соң оның үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Енді оның үстіне сақтап туралған капустамызды салып, тағы да бір жақсылап қуырып аламыз. Содан соң оның үстіне көбіктап туралған, 4-5 толып туралған қызанағымызды және де болгар бұрышымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оның үстіне баялдымызды да салып, жақсылап бір қуырып алатын боламыз. Бұл баялдылар менде қатырылған түрі, яғни заморозкада қатырылған түрі, оның да видеосы менің каналымда бар. Және де оны қатырмай-ақ былай да жасасаңыздар болады. Менде қатырылған түрі көп болғандықтан осылай жасадым. Енді оның үстіне 4-5 қылып туралған картобымызды салып, дәміне қарай тұзымызды салып, бетін жауып, шамамен 20-25 минутқа қалдырып қоятын боламыз. Мінекей сонымен біздің тағамымыз дайын, өте оңай және де керемет болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Рахмет, сау болыңыздар.